Динамика бөліміндегі осы жердегі блоктардың қозғалыс үдеуін 1 минутта қалай анықтауға болады? Әрине видеоны бастамай тұрып, тырысып жүрейік, тіркеліп, досыңызбен бөлісуін ұмытпаңыздар. Біз бастаймыз, кеттік. ұбт-да және квал тестте осындай бір с-ден есеп кездеседі. Біз сол есепке талдау жасайық. Қараңыздар, көріп тұрғанымыздай, суреттегі үйкеліссіз жүйе босатылған. Осыған сәйкес жүйенің үдеуі неше метр бөлінген секунд квадрат болады дейді. Көріп тұрғанымыздай, 1 килограмм жоғары қарай қандай үдеумен қозғалады деген сөз ғой. Ол үшін біз не істейміз? Әрине Ньютонның екінші заңын жазамыз. Ол қандай еді бізде? F тең болады массаны көбейтеміз үдеуге. Осы жерден біз не істейміз? Әрине үдеуді табатын болсақ, F бөлінген M болады. Мына беттегі 1 килограмм дене жоғары төмен қарай 10 ньютон күшпен әсер етсе, ал екінші денеміз 40 ньютон. Дәл осындай есептерді тез әрі жеңіл шығарып үйренгіңіз келсе, біздің формула жинақ кітапты алуға кеңес береміз. Сіз үшін 100% пайдалы боларына толыққанды сеніммен айта аламыз. Әрине бұл реклама, жалғастырайық. Күшпен әсер етеді. Енді екі дененің бағыттары қарама-қарсы бағытта болған үшін біз не істейміз? Әрине күштерді азайтып аламыз қарама-қарсы болған үшін. Сол үшін біз не істейміз? F2 азайту F1 бөлеміз барлық массаның қосындысына. Барлық массаның қосындысына. Өйткені мына жерде үйкеліс жоқ деп тұр. Енді мәндерді орындарына қоятын болсақ, үдеуіміздің мәні келіп шығады. 40-тан азайтамыз 10-ды бөлеміз астында әрине 1 және 5 және 4. Жоғарыда бізде 30, астында әрине 10. Бұл жерден 3 метр бөлінген секунд квадрат шығады екен. Яғни В нұсқасы болады деп қарастырамыз. Біз сіздермен жалпы ұбт-да квал тестте келетін бір с-ден есепке талдау жасадық. Сіздер үшін пайдалы болды деген ойдамыз. Және біздің каналға тіркеліп, осы бір видеоны досыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі түсіндірме есепте жолыққанша.